Мына бір жұлдыз құртқа назар аударайық. Оның басының үстінде тағы бірнеше бастары бар. Қалпақты жұлдыз құрт деп аталуының да себебі осы. Кейде оның басының саны 5-ге дейін жетуі мүмкін. Бұл түр Аустралияда мекендейді және дәл осындай біртүрлі әрекетімен белгілі. Әдетте жұлдыз құрттар өздерінің алмастырған сыртқы терісін қорек ретінде пайдаланса, бұл қалпақты жұлдыз құрттың өз ойлағаны бар. Ол өзінің ескі бас қабықтарын бірінің үстіне бірін жабыстырып, өз жауларынан қорғанады. Оған жыртқыштар шабуылдаған сәтте ол әлгі жабыстырып алған бастарын тосып, өз денесін қорғап қалады. Дәл осындай әдістің арқасында ол аман қалып, жауларынан құтылып үлгереді. Негев шөл даласының батпақтарының бірінде тіршілік иелері орындарымен ауысып кеткен сияқты. Бұл жақта бақа өзінің қорегінің құрбаны болып жатыр. Әдетте кез келген кішкентай жәндіктер бақалардың жеміне айналады, бірақ олардың арасында мына жатқан дернәсіл емес. Дернәсіл бақаның оған шабуылдағанын күтеді, содан кейін тап беріп, сол бақаны керісінше өзі жейтін болады. Ол бақаның аузына барынша жабысып алып, сосын оның ішіндегі барлық шырындарын сорып алады. Осылайша дернәсіл қуыршақ сатысына өтерден алдын бақаларды өз құрбанына айналдырады. Содан кейін эпомис атты жер қоңызы пайда болады. Таныс болыңыздар, бұл бір қазан деп аталатын өрмекші, және оның өте үлкен, құстардың тұмсығына ұқсас ауызы бар. Дәл қазір өзінің кезекті құрбанына айналатын өрмекшіні іздестіруде, ол аңшылықты қулығы арқылы жүзеге асыратын болады. Міне, кешкі асқа айналатын өрмекші анықталды, бірақ ол өзінің өте жабысқақ өрмегімен қорғанған. Демек бір қазан өрмекші оған қарай жете алмайды. Енді ол өз айласын қолдану арқылы әлгі өрмекшіні төмен қарай түсіруге тырысады. Ол үшін ұзын аяқтарын пайдаланып, өрмекке жабысып қалған шыбынның қимылдарын жасайды. Өрмегіме шыбын түсті деп сеніп барған өрмекші өкінішке орай өзі бір қазан өрмекшінің қорегіне айналды. Өрмекшілер қаншалықты қу болмасын, олардың қарғаларға жетуіне әлі біраз бар сияқты. Себебі бұл құстар әлемдегі ең ақылды жануарлардың қатарында. Оған мына тәжірибе арқылы көз жеткізуге болады. Тәжірибе барысында құстың біріне жейтін қорегімен қатар екі ыдысқа толы топырақ және тастар береді. Ал екінші құсты көрші бөлмеге орналастырып, екеуінің арасын әйнекпен бөліп қояды. Сол сәтте бірінші құс оны екіншісі бақылап тұрғанын біліп, жейтін тамағын тастың арасына жасырады. Себебі оны ұрлап жатқанын тастардан шығатын дыбыс арқылы білетін болады. Зерттеушілер ортадағы әйнекті көрінбейтіндей етіп бекітеді. Енді құстар бір-бірін тек дыбыс арқылы ести алатын болады. Бірінші құс дереу өзінің тамақ жасыратын жерін топыраққа ауыстырады. Сол кезде екінші құс дыбыс арқылы қайда жасырғанын біле алмай қалады. Бұл ұлы жылан жолына кезіккен ұсақ жануарлардың бәрін тұтастай жұта береді. Дәл қазір ол аңшылыққа шықты. Мына кішкентай тіршілік иесі жылан үшін дәмді олжа бола алады. Бірақ аңшылық кезінде күтпеген жағдай орын алды. Жертесе жыланға қарымта шабуыл жасап, жыланның өзін түскі асқа айналдырып жіберді. Жертесердің сілекейі өте улы болады. Ол әсер еткен сәтте жыланның бұлшықеттерін ыдыратып жібереді. Солтүстік Американың түні жарқырау қоңыздар үшін жұлдызды сәт. Бұл қоңыздар жарық шашу арқылы бір-бірімен танысады. Яғни ұрғашы қоңыз жарық шашып белгі берген сәтте оның алдына бірнеше еркек қоңыздар жетеледі. Олар да жауап ретінде жарықтарын шашады. Осының арқасында ағаштар арасында осындай ерекше көрініс пайда болады. Алайда бұлардың романтикасын өз пайдасына қолданатын біреу бар. Ол әдеттегідей данышпан өрмекші. Олардың өрмектері жарқырау қоңыздар үшін ұсақ. Оның өрмегіне ұрғашы қоңыз түскен жағдайда ол бірден барып оны өрмегімен орап тастайды. Ал қоңыз болса өз жарық шашуын жалғастыра береді. Бұл жарықты көрген аталық қоңыздар белгі ретінде қабылдап ұшып келеді. Бірақ олар өкінішке орай өрмекшінің құрған тұзағына түсіп қалады. Дәл осындай әдістің арқасында өрмекші өзінің өрмегіне біраз жарқырау қоңыздарды аулайды. Әдетте қабыршақ әлсіз тіршілік иелеріне жыртқыштардан қорғану үшін керемет зат болып табылады. Бірақ мына балықты ол нәрсе мүлдем алаңдатпайды. Өйткені ол бұндай жасырынған кішкентай тіршілік иелерін қабыршағымен қоса жей береді. Мына бір көрініске қараңыздар.
Бақа Дәуітке шабуыл жасауға дайын тұр. Бірақ күтпеген жерден оның артынан 15 сантиметр келетін үлкен ересек Дәуіт пайда болды. Және ол керісінше бақаның өзіне шабуыл жасап, оны өзінің құрбаны етті. Бүгінгі менің видеомда бақалардың жолы болмады десек болады. Олардың аңшылықтары жүзеге аспай өздері жәндіктердің жеміне айналуда. Мына жерде мүлдем сұмдық жағдай, мына үлкен бақа өзінің күші болып келетін бақаны аулап жеп жатыр. Сарышаяндарда олардан қалсар емес. Бір сарышаян адасып екіншісінің аумағына кірген жағдайда екеуінің арасында айқас орын алады. Олар өздерінің құйрықтарын қару ретінде пайдаланып, бір-бірімен біраз уақыт алысады. Ақыр соңында біреуінің инесі дәл түсіп, жеңіп шығады. Және ол қарсыласы өзі сияқты сарышаян болғанына қарамастан оны жейтін болады. Бақа мен сарышаяндардың бірін-бірі жегенін көрдік. Ендігі кезек жыландарға келді. Бұл инелі жылан басқа түрдегі жыландарды жеудің нағыз маманы. Дәл қазір ол ұлы сұр жыланды тұтастай жұтып жатыр. Сұр жыланның уы оған көмектеспеді. Өйткені инелі жыланның уға қарсы иммунитеті бар. Бұл жыланның өзінде уы болмайды және адамға ең қауіпсіз жыландардың қатарына кіреді. Бұл сұрбасты альбатрос әлемдегі ең бір түрлі құс десек болады, және оларды неге бұлай атап жатқанымды қазір білетін боласыздар. Олардың 2 жылда бір рет қана балапандары болады. Ересек құстар қорек іздеуге кеткенде балапандарын жалғыз ұяда тастап кетеді. Ол жақта кенеттен күшті дауылдар орын алады. Сол сәтте жалғыз қалған балапандар оған қарсы тұра алмай ұядан түсіп қалады. Балапандардың бұндай жағдайда аман қалулары, екі талай тірі қалғандардың өздері өлім аузында жатыр. Оларға шұғыл түрде жылу мен тамақ қажет. Міне ересек құстар аңшылықтан өз ұяларына қайта келді. Бірақ балапандары өз орындарында жоқ. Ал альбатрос құстар өздерінің балапандарының қандай болатынын білмейді және балаларын басқалардан ажырата алмайды. Төменде жүрген балапан ұяда болмаған соң, ересек құс оған мүлдем назар аудармайды. Олар балапандарды көзбен де, иіспен де, дыбыспен де танымайды. Сондықтан балапан ұядан құлап қалса, тірі қалудың жалғыз мүмкіндігі балапандардың ұяға өздігінен шығуы. Дауылдан зардап шеккен балапандар үшін бұл өте қиын. Олар барынша әрекет жасап ұяға шыққан сәтте ересек құстар оларға бірден қамқорлық жасап, өз бауырына басады. Дәл осымен біздің видеода өз мәресіне жетті. Назарларыңызға рахмет. Видео қызықты әрі пайдалы болса, арнама жазылып, лайк басып пікір қалдыруды ұмытпа. Келесі кездескенше сау болыңыздар.